Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай және тойымды тамақ нан салманың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл тамақты әр өңірде әр қалай атайды және әр түрлі дайындайды. Мен өз нұсқамда сіздермен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріп бағалап кетіңіздер. Ең алдымен етімізді осылай майдалап турап аламыз. Кез келген ет бола береді. Жылқы, қой, сиыр, кез келген етпен жасай берсеңіздер болады. Және сүйекті де пайдалансаңыздар да болады. Одан соң пиязымызды турап аламыз. Мен көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай майда кубик етіп турап алдым. Ірі етіп турап дайындасаңыздар да болады. Мен басында айтып өткендей өз нұсқамен бөлісетін боламын. Дәл осылай дайындап көрсеңіздер де керемет болып шығады. Қалауларыңызға қарай тамақтарыңызды кез келген көкөністерді қосып түрлендіре берсеңіздер болады. Мен сәбіз, болгар бұрышын және де чеснокты қосып барлығын майдалап турап алдым. Және де сіздердің өңірлеріңізде бұл тағамды қалай айтады, сол жөнінде комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Енді мен етті жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін қазанға бірден май құймай осылай еттің өзін салып, суы тартылғанша қуырып аламын. Одан соң барып үстінен майды құямын. Сонда яғни майымыз шашырамай жақсы пісетін болады. Шамамен етті 7-8 минуттай осылай қызарғанша қуырып алғаннан кейін үстінен пияз, сарымсақ және болгар бұрышын барлығын қосып қызарғанша қуырып аламыз. Қалауларыңызға қарай томат пастасын немесе помидорды турап қоссаңыздар да болады. Шамамен 4-5 минуттай қуырып, үстінен көкөністерімізді кезек-кезек салып, барлығын 4-5 минуттан қуырып отырып, отымыздың астын жай қойып, одан соң шамамен жарты сағатқа немесе 40 минутқа қойып, тамағымызды пісіріп аламыз. Қалауларыңызға қарай су құйсаңыздар да болады. Мен су құйған жоқпын, майын молдау етіп құйғаннан кейін судың қажеті жоқ. Одан соң үстіне татымына қарай тұз және де лавр жапырағын қосып, тұзы толық ерігенше жақсылап барлығын араластырып, отымыздың астын жай қойып, тамағымызды пісіріп ала береміз. Оған дейін қамырын дайындаймыз. Қамырына қажетті заттар 2 жұмыртқаны жарып салып алдым. Және де қалауларыңызға қарай бөлме температурасындағы суды құясыздар. Және де татымына қарай тұз. Және мен мына жерде сұйық май қосқанымды көрсетпеген, кішкене сұйық май қосып жібересіздер. Шамамен 2-3 ас қасықтай сұйық май қосасыздар. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосқандарыңыз дұрыс, себебі ұнның арасында артық заттар болуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде електен өткізіп қамыр елегендеріңіз дұрыс. Және де қамырдың қатты, әдемі жайылуы үшін ұнды бөліп салмай бірден мол етіп салып елесеңіздер, қамырларыңыз қатты және жақсы жайылатын болады. Осылай қолымызбен илеп, жақсылап қамырымызды илеп алғаннан кейін шамамен 20 минуттай бетін жауып қойып қоямыз. Қайтып 20 минуттан кейін қамырымызды тағы да илейміз. Дәл осылай 3 қайтара илесеңіздер, қамырларыңыздың июі жақсы қанып жайылған кезде араларында, яғни іртік болмай, теп-тегіс болып жайылатын болады. Менде дәл осы құрамнан 2 дәу зуала қамыр шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың арасында ешқандай да іртігі жоқ, жақсы иленген. Және де қамырымыз бір формаға енгенше барлығын жақсылап домалақтап жайып аламыз. Және одан соң оқтауға орап, қамырды ортасынан бөліп, қалауларыңызға қарай ет ауқаттыкіндей етіп ірі қып кессеңіздер де болады. Немесе одан соң осылай мен видеода көрсетілгендей етіп кессеңіздер де болады. Және қамырды кесетін кезде міндетті түрде арасына ұн сеуіп кескендеріңіз дұрыс, себебі қамыр жабысып, басы бірігіп қалуы мүмкін. Қамырды жаярдан алдын қазанға су құйып, тұз салып, оттың астына қойып қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сахарлап қайнап тұрған жаңағы суымыздың үстіне қамырды салып, барлығын тоқтатпай араластырып тұрамыз. Одан соң қамырымызды араластырғаннан кейін бетін жауып 3-4 минутқа қоямыз. Осылай көпіршіп, бұрқылдап қайнаған кезде қамырымызды араластырып, тағы 3-4 минуттай араластырып тұрасыздар. Сонда қамырымыз толық дайын болады. Одан соң үстінен салқын су құйып, қамырды сүзіп ала берсеңіздер болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырларым арасы жабыспай, толық пісіп, дана-дана болып түсіп тұр. Дәл осы құраммен жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Видеом пайдаңызға жараса, каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Және дайын болған қамырдың үстінен осылай подливтің майын алып, арасы жабысып қалмас үшін майларын құйып шығамыз. Және де подливтің барлығын осылай салып, тамағымызды ұсына береміз. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп, қолдап қоюды ұмытпаңыздар.
астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған сымбат.